Ассалаумағалейкум, құрметті осы жиналысқа қатысушылар, құрметті біздің жиналысымызға келген мемлекеттік қызметкерлер. Жалпы мен атым Идаятов Айбек, мен дейтін осы қалада белсенді азаматтардың бірімін. Именно осы қолжетімді орта жөнінде көтеріп жүрген. Бүгінгі жиналысымызға бізге дейтін Горсоветтен және прокуратурадан, ЖКХ-дан, сосын департамент труда, социальной защиты, миграции деген мекеме бар, ФТЭК деп айтады ғой, яғни сол мекемелердің басшылары және орынбасарлары, жауапты тұлғалар келіп отыр. Өздері қазір нақты өздері таныстырып кетеді. Бүгінгі жиналысымыздың тақырыбы, негізгі тақырып қолжетімді орта, оның қалыптасуы, оған кім жауап береді, қандай мекеме қандай қызмет атқарады. Сол жөнінде егер сұрақтарыңыз болатын болса, бірінші сұрақтарыңызды қойыңыздар, сосын барып негізгі тақырыпқа көшсек жақсы болады деп ойлаймын. Горсовет өздері таныстырады. Горсовет, сосын департамент труда. Таныстыра берейік пе? Ассалаумағалейкум. Департамент басшысы, еңбек және әлеуметтік қорғау департаменті Атырау облысы бойынша Асаинова Бауыржан Нұрханова. Атырау облысының прокуратурасының бөлім прокуроры Көптөбе Сұлтанбек Теміржанов. Есімім Белажев Ринат Маратұлы, Атырау қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысының орынбасары. Есімім Саясат Нұржан Нұрболатұлы, ЖКХ-дан тұрғын үй вопростары бойынша жауап беретін. Енді осы сұрақтар, осы мекемелерге нақты қандай сұрақтарыңыз бар, соны астына қойып алсаңыздар, өздеріңізді мазалап жүрген, мысалы, ФТЭК-ке қатысты, Горсоветке қатысты. Айбек, қысқаша тоқтап өтейік онда, қолжетімдік бойынша. Енді онда ешкім сұрақ болмаса, онда негізгі тақырыпқа көшейік. Менде бір сұрақ бар еді ғой. Айтыңыз. Өзім таныстыру үшін осы қоғамның басшысымын, Ерғалиева Мажанболат атым. Мен ЖКХ-ға қояр сұрағым бар. Біздерде мында қоғам мүшелері бар, жаңағы квартира жалдап отырған. Сол кісілерге мысалға қазір осы үкіметте, бюджетте ма, үкіметте ма, мысалға жатақхана бар ма? Қазір тұрғын үй фондында үй жоқ, бос үй жоқ вообще. Жоқ, жатақхана хотя бы. Жатақханада жоқ. Қазір жатақхана дейтін ұғым жоқ қазір апа. Қазір жатақхана дейтін естіген кезінде болған, қазір бір комнатты үй болып беріледі. Жатақхана дейтін ұғым жоқ қазір уақытта. Жалпы ЖКХ-ның алдында айтты, Рафат мырза айтып отыр, программалар, отбасы банк жөнінде, сол жөнінде қысқаша айтып кетші онда. Программаларға бұл кісі айтқанда неге несі болу керек, жұмыс жасау керек, доход болу керек. Доходы болу керек, сонымен банаға отбасы банк. Бізде жүріп тұру керек, бана бірінші, екінші топ мүгеге береді. Біздің ары қарай доходы болып, банкке заявка жасау керек конкурске. Бұл жылына бір рет болады, банаға шаңырақ бағдарламасы, бақытты отбасы дейтін бағдарлама. Ары қарай банктен біліп заявка жасайсыздар. Бірақ ең бастысы доход болу керек. Енді доход болғанда бізде мысалы қазір қоғамдық жұмыспен жұмыс жасап отырған адамдар бар ғой. Қоғамдық жұмыспен жұмыссыздыққа тіркеледі де, бірақ ай сайын өзінің еңбек ақысын алып отыр. Сол кісілер кіре ма мысалы содан? Доход болып есептеле ма? Ары қарай онда доход болып есептеледі, бірақ ары қарай банктың біз системасын білмейміз, ары қарай банк шешеді. Как ипотечный, льготный кредит беріледі, ол ипотека беріледі, ары қарай банк шешеді оны. Ол кісінің қасына гарант болып басқа кісіде тұра алады банаға. Жолдасы ма? Отбасына келіп отырған ненің барлығы, кірістің барлығы есептелінеді ғой да? Жоқ, бәрі есептелінеді. Тек өзінікі ма? Тек өзінікі есептелінеді, бана гарант бойынша тағы да қосылуға болады қасына. Сол гарант алып тұрып тұрады, сол алған жоқ па? Жоқ, алған жоқ. Мен басқаларына баяндалады дедім. Мен бір сұрақ қояйын ЖКХ-ға. Бұрын біздер алдық, 3 жыл бұрын осы кезек бойынша. Сол үйлеріміздерді жекеге өтпей арендада тұр. Бізге ішке келіп арыз тастап банаға десек көрдіңіз ба?
жетекшілендірді. Аренда төлеп жатырмыз біздер жаңағы Төленгенде сіздің неңізді договорыңызды біз қарау керекпіз ғой. Жекешелендіру құқығымен ба, жекешелендіру құқығынсыз ба? ондай да бар. Алмай тұр ма, ауады тұр ма деген да? Оны қайдан білуге болады? Бізге келіңіз, бізді кезіндегі үй қалай береді, соны қараймыз, көтереміз мәселе. Менде бір сұрақ бар ЖКК-ға. Майыс Шамшева алатын. Осында бірінші топ көзмөгедегімін. Менің бір сұрағым бар. Айта беріңіз, айта беріңіз. Мына осы сұрақты өткенде де бір қойып едім мына. Менің сұрағым былай. Өзіміз бір үйде 6 мүгедек тұрамыз. Кілең бірінші топ көзмөгедек. Ал менің айтпағым мынау, ана очередьте тұрмаған бір балам бар еді. 32-ге келген. Бірінші топта көзмөгедегі. Ал сол очередьке қояйын десем, жаңа мен Дөля дейтін бар, неге договор отырған баяғы. Үйді мен алғанда. Сол Дөляда тұр. Дөлядан шықпай очередьке қоймаймыз дейді. Ол бір. Оны кім айтты Дөлядан шықпай очередьке қоймаймыз дейді? Қоймайды, мен нотариуске бардым. Нотариус маған айтып түсіндірген, мынаны очередьтен шығарасың, сосын бар 5 жыл күтесің, сосын бар тіркеледі очередьке. Сосын 5 жылдан кейін күтесің дейді. Ол үй кімнің атында? Менің атымда үй. Дөляда. Қалағанда балдарыңызды доғалып тұрды. Балдарды қояй десем очередьке сол жаңа Дөляда. Неше бала кезекте тұр? Неше балаңыз тұр кезекте? Кезекте мен 2 балам кезекке отырдым бірден ал. Енді 3-ші балам жаңағы. Ода көп. Ол Доляда оның атында ештеңе жоқ та? Жоқ, тек маған тіркелген ғой, кішкентай кезімде ауылға үй алған үй ғой. Қазір сол Дөляда жасы болса 32-ге келді бала. Ертең до обеда ЖКХ-ға келіңізші. ЖКХ-ға бұрын орындамам. Иә, бұрынғы стройконторда. Жоқ, мен осы бір-екі рет бардым нотариусқа. Еще нотариуске емес, сіз бізге келіңіз, бізге нотариус келіңіз. Айтады маған. Мына қырғын свидетельдікті мына шығару үшін каждый адам бар. Мүгедек, неше мүгедек бар, Дөляда соның бәріне бір-бірден кісі керек жаңағы. Свидетельмен анықтама айту үшін сондай. Оны ЖКХ-ға барып сөйлесің ғой. Иә, бізге келіңіз, қараймыз оны. Нешеде барам? До обеда келе беріңіз, қай уақытта келіңіз, тек обедтің уақытында келмесеңіз болды, жұмыс уақытында келсеңіз болды. Рахмет. Нұржан деген келіңіз. Нұржан деген. Сосын Марат аға келді, облыс әкімінің. Келдім. Мәкең болмайтын. Мәкең басқаларын оттай басылды. Жалпы енді осы сұрақ басқа ешкім Горсовизге, департаментке, прокуратураға қойып сұрақтар жоқ па? Негізгі тақырыпқа көше берейік па онда? Прокуратура сұрақ бар. Менің фамилиям Умбеталиев, Марат Қанышұлы. Бірінші сыныпта көзмөгедегімін, Атырау облысы әкімінің мүгедектер ісі жөніндегі дәрежелер бойынша советник болдым. Енді біздің сұрағымен өткенде, мына Айбектің өзі бізде 7 ауданды аралап келді облысқа қарасты. Атырау облысы әкімінің тапсырмасымен барып қарап келдік, мүгедектікке барғандарға кедергісіз орталық қалыптасуын зерделеп қайттық. Енді біздің конвенция қабылдаған өздеріңізге белгілі. Мүгедектері қорғау заңы бар екені ол да сіздерге белгілі. Надзорный орган. Соның бәрін қадағалайтын сіздер. Жүзеге асуын қадағалайтын сіздер. Ендеше біз барған ауданның ішінде прокуратураның бәрін қарап шықтық. Бір прокуратураның ішінде мүгедектерге қолайлы жағдай жасалмаған. Не тактильный дорожка жоқ, не есікте жаңа свет отражающий желтой ручкалары жоқ, не звонок жоқ, не поправить система бойынша жазу жоқ кабинет тұстарында. Ал құқық қорғау органы неге сіздерден бастап алмасын осының барлығын? Деген сұрақ қой. Жаңа сұрағыңызды естідім. Өткен жолы сіздер барғандарды тоже әріптестерімізді естігенбіз. Мен қала прокуратурасынан кетіп тұрмын. Облыс прокуратурасында әріптестерді естісем, міндетті түрде осы мәселе көтерілген болатын. Осы алдағы жылдың бюджетінен қаражат қарастырылып жатқан. Осы міндетті түрде жақын арада шешетін болады. Мүмкіндігі шектеулі, оның ішінде жаңа көру қабілеті нашар азаматтарға тактильный доска нелермен қамтамасыз ету бойынша. Алдағы уақытта жақын арада шешілетін болады бұл сұрақ. Бұл бақылауда тұр басы соқтың. Бұл дейтін жылда айтып қалған мәселе, мысалы 21-де қозғадық, 22-де қозғадық, 21-де 22-нің бюджетіне кіргіземіз деді, 22-де 20-дің бюджеті, енді 24-дің бюджеті деп жатырға, бұл қозғалатын нәрсе ме, қозғалмайтын нәрсе ме? Осы жол жақын арада түпкілікті түрде шешілетін болады. Сонан соң, тағы сұрақ. Өткенде әйелдер не бар, тағы да 3-4 адамбыз, бұл автобустардың 20 маршрут автобустар бар ғой, соның барлығын өзім мініп
аяқтай байқап қайттық. Бірде-бірде ағым қосылмаған. Бірде-бірде автобустың айтпайды. Тек баққандары кондуктордан ақша бер. Ал қай жерге келгені ол айтылмайды. Бірде камераны қосып қойдық та, осы неден бастадық, мешіттен бастадық, абай, театр, вокзалға шейін бардық. Мына жерде ЖКХ бар ма? Арқаттан бар. Ал неге соны бәрі транспорт қайда? Пассажир перевозка қайда? Ал ақша бөлініп, қаржы бөлініп, автобустар келіп деп мүгедектерге арналған. Бірде-бірі соны жүріп жатқан жоқ, бірде-бірі жүріп жатқан жоқ. Прокуратура қодасып отырмын. Неге осының бәрін сіз қадағаламайсыздар? Осы вопрос көтерілді. Сіздердің міндеттеріңіз тек қана қытайда ұстап түрмеге салып, құқықтары қорғалмай ма сонда олар? Жоқ, қорғалып жұмыстар жүргізуде. Бойынша ЖКХ. Жұмыстарын көріп отырған жоқ. Сөзді шыны керек. Ауыл толтырып айтасыздар, қарашысыздар, жебе-жем бергенде, жақсы басталамыз бұл жерге. Бұл бойынша кеше не болды ғой, тапсырма берілді ғой барлықтарына. Қазір зақып бойынша жұмыстар жүргізуде, мына Атырау автотранспорт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына транспорт қоғамдық көліктердегі қазіргі таңда сол дауыс хабарламалар бойынша оралдық компаниямен договор жүргізуде, келісімшарт. Мен маған звондап білдім, жаңағы ЖКХ-ның кім еді жаңағы сол маманнан. Осы жылдың аяғына дейін қамтамасыз етілетін болады деген келісімшарттар. Сосын онымен қоса сіздер ма және не бойынша жүргізіп жатқан остановкалерде остановкалер бойынша өзім айтпайыншы остановкалер бойынша онда нұсқама хаттаманы бірдеңе жүргізілді ғой. Біздің қазіргі уақытта бар тұрғын вопростар. Кім бар бізде ЖКХ-да? ЖКХ-да Нұржан деген Транспортный бар? Транспортный да жоқ. Сіздер қай саласың? Тұрғын үй вопростан тек. Тұрғын үйге. Понятно. Негізі ЖКХ доступная среда деп негізі айтылды ғой. Неге тұрғын үйге аударып жібергендер. Жалпы енді сол Нұржан, остановка жөнінде айтшы енді нақты қандай шаралар қолданып жатыр? Остановка жөнінде бана айтылды ғой, өздерінің мамандары бар, мен ол ісімен айналыспаймын. Сосын бана бізден бөлек кетіп қалды олар деп. Мана сөйлескенде Владимир осы бюджеттен қарастырылып жатыр деген, қазіргі таңда осы остановка бойынша үкімет ЖКХ айналысып жатыр өздері, жаңа автомобильді отдел бар ғой сіздерде. Сол отдел айналысып жатқан. Нелер бойынша автобустардағы хабарламалар бойынша жеке кәсіпкерлер бар, қазір айналысатын қоғамдық көліктерде автобус соларға тапсырмалар берілді. Қазір келісімшарт жасақталуда. Енді қамтамасыз 24-тен бастап. Енді әрине бір нәтиже болар деп ойлаймыз. Себебі дейтін бізге дейтін мына микрофонды қабылдап отыратын нәрсе керек емес. Оны сразу өзіңіз түртіп аласыз да себебі дейтін ол микрофонны берілді бәріне, бірақ ол біз дейтін кондуктордың шофердің көңіліне қарауымыз керек. Көңілі болса айтады, айтқысы келсе айтады, айтқысы келсе айтпайды. Немесе 10 остановкасын біреуін айтады, 9-ын айтпайды. Автоинформатор болатын болса, онда ол дейтін уже каждый сон күні анадан уже тыс шоферға көңіліне қарамай уже ол дейтін өзі хабарлар барады да. Оны да қосып отыратын адам ғой, водитель ғой қосып. Жоқ, ол автоматически өзі рейске шыққанда қосылады, болды. Манағыдай, мысалы авангардтан шықты ма, GPS арқылы уже келесі остановка интернетқа, уже интернетте хабарлайды ол. Шоферға осы соңғы жаңағы айтып отырғаныңыз заборудование автоматтандырылған. Осы бойынша ұйымдастырылады. Енді ол жақсы нәтиже деп ойлаймыз, түбіне сол бүткіл қосымша ЖКХ тапсырма дейсіз. Бізге дейін сол ЖКХ-дан қосымша сіздер өзіңіздің прокуратураның атынан нақты тапсырма беріп, осыны хабарлап біздерге айтсаңыздар. Сол бана сосын облыстық прокуратура райондар енді ол да шешіледі дедіңіз. Ол да жақсы. Ол бойынша бізде мына Горсовезге қатысты мен өзім сұрағым бар. Горсовез дейтін ана жыл дейтін 6 миллион теңге бана осы қолжетімді ортаны қамтамасыз етуге көптеген ақша бөлінді. 6 миллион теңге былай қараған аз ақша емес. 3000 объектіні тексеріп шығуға. Сол объектінің 3000 объектінің бізге берген ақпарат бойынша жетеуі ғана доступны, қалғандар бәрі
қолжетімсіз деп ақпарат берілді. Бірақ алайда Горсовет тарапынан ондай ақша жұмсалса да, ол ақшаның жұмсалған жөнінде біз білмейміз, қалай жұмсалған, және оның қорытынды қандай екенін де білмейміз. Просто біз бағанағы исполнительмен сөйлескенде, Тыныш Победа деген кісі орындады сот заказды, бірақ нақты нәтижесі қандай екенін ешкім білмейді. Бағанағы орынбасар Нұрғисаға да айтсақ, Нұрғиса да былай қашады, енді ана жеңісіне барған жоқпыз, бірақ осыны нақты бізге акт выполнен работа жөнінде департамент труда берілді ма, қандай шаралар қолданды, мысалы дейтін 6 миллион ақша бөлінді ғой енді, 3 мүгедекті жұмысқа алды деді, сол жөнінде не айта аласыздар? Давайте мен былай жауап берейін сізге, Айбек. Бұл 22-ші жыл дедіңіз ғой? Иә, 22-ші жыл. Бұл вопрос бізде алдында көтерген осы бойынша. Себебі 2022-де бізде осы қаладағы барлық жаңағы мүгедектігі бар адамдарға арналған қолжетімділік қаншалықты бар, қаншалықты жоқ екен, сол бойынша не жарияланған екен жоба. Қазір біз бұл жобаны осы өтірік деп қояйын, осы 3-4 күн бұрын бұл мәселені көтердік, қазір қарап жатырмыз. Мынаны мен нақтылап Айбек, сосын мен сізге нақты хат жүзінде хабардың қалай екенін бәрін қосымша алайын. Прокуратурасы өзіңіз түртіп алыңыз, себебі дейтін. Біз прокуратураға да жауап береміз деп. Иә, себебі дейтін, біз дейтін, оны білеміз, нақты ана жылы сот заказға салынды, 6 миллиондай ақша бөлінді, 3 объекті тексерілу тиіс еді, бірақ енді ол жартылай тексерілді, жартылай тексерілген жоқ, оны біз білмейміз. Мен естуім бойынша енді объектілерін жартысы частный объектілер болған, Ивоговтың ішіндегі оған тексере алмаған, тексере алмаса оған одан неге ақша бөлінеді, неге ақша төлейді оған егер де тексерілмесе. Қыруар бюджеттен шығып жатыр. Иә, ол дейтін, мысалы, заказчиктің айтуы бойынша былай да. Ол біздің жаңағы налогымыз, салығымыз. Мораторий болды ғой дейді, тексере алмадық қой дейді. Енді тексере алмасын, оған неге ақша бөлінеді онда? Оны мүгедектерді игілігіне жаратуға болатын еді, оны жаңағы ана жерде мына жерде тексеремін деп барып, тек қана 3000-нің ішінде 7 объектіде қалған 2993 объект тексерілген жоқ. Деньги улетели. Прокуратура куда они улетели, вы знаете, если вы близко, тексеріп қойдыңыздар ма? Осыны түртіп алыңыз. Мысалы, Бауыржан, сізге де түсті ма ондай нәрсе? Мысалы, Горсоветтің тарапынан осыны акт выполнен работа нестерді, тексерді. Хотя олар сіздерге енді Горсовет просто от жариялады да, заказчик мысалы берді, поставщик орындады да, акт выполнен Горсовет тапсырды. Енді Горсоветтен ары тұрып қалмаған бар, департамент трудаға берді ма жалпы осы 3 объектінің қолжетімсіз екенін? Жоқ, биылғы уақытта берілген жоқ, енді алдыңғы. Былтырда мен болған жоқпын, оны айта алмаймын. Жоқ, жалпы енді. Жалпы биыл ондай ақпарат түскен жоқ. Ол дейтін, бір декабрьге дейін болды. Биыл ондай жоба жоқ, бұл жобаның биыл біз алып тастадық. Себебі тиімсіз болғаннан кейін. Ол неге тиімсіз болды? Себебі дейтін, аяқта дейтін, якобы на бумаге көзі көрмеген адамдар жүр. Да, мен білемін ол адамды қандай, ол дейтін, ол адам өзі даже оқып білмейді табличкалерді. Қазір дейтін, мысалы, осы табличка жөнінде айтатын болсақ, департамент труда тексеріп жатыр. Біз дейтін, көптеген объектілерге барып жатырмыз, жүріп жатырмыз. Я суреті жақсы да, бірақ ол оқылмайды. Мысалы, біз ол жөнінде дейтін ақпаратты ала алмаймыз. Тақтайша көзге нүктелер көрінген не керек? Ол тақтайша оқылмайды. Мысалы, осы департамент труда осы жөнінде айта аласыздар. Енді бұл жөнінде осы таяуда ғана бізге келді, осы Народный банктың бір заказын алған жігіттер. Солар негізі осы жерде Атырау облысында таба алмай жүр ғой, соны экспертиза бір жаңағы бір дұрыс соны оқып айтып бере алатындай. Сізбен хабарласты осы менің көзімше, иә, Марат аға? Есіңізде ғой. Сонда Эталон. Иә, Эталон деген бір жаңа фирма, осы маған жеке неме кіріп, осындай бізде қай жерге барсам екен, қай жерде білсем екен дегенде сіздермен хабарласты, сосын сіздердің айтқан не бойынша Алматыда дедіңіздер, иә? Жаңа оқитын оқыма центрлар, жаңа осымен нақты бір айтып беретін дейді. Жоқ, жақсы ол дейтін енді, ол сіздерге мысалы байрағанда, ол сіздердің жұмыстарыңыздан тыс ақпарат бол дейтін. Мысалы, байрағанда сіз дейтін, тек қана департамент труда неге жауап береді, мысалы, да, сот мәселелері жөнінде. Оның қамтамасыз мүмкіншілігі шектеулі адамның емін-еркін кіріп шығуына толықтай қолжетімді ортаның қалыптасуын тиіс, дұрыс па? Дұрыс қой, енді соны мына негізі белгіленген ғой, бізде мынау несінде жаңағы айтамыз ғой, СНИП дейміз, басқа дейміз, қазір мына жоба дайындалып жатыр, біз соған ұсыным беріп жатырмыз негізі.
сондай бір оқымды осындай жергілікті жерде бір не болу керек, аккредитованный бір маман болу керек. Өйткені біздерде, например, біз оны шыны керек, өзіміз де білмейміз, например, оны қалай жазылады, жаңа сіздер айтасыздар ғой, межстрочный интервал дейсіздер, басқа дейсіздер, оқылмайды дейміз, иә. Оны біз, например, оған нақты жауап бере алмаймыз, неге десеңіз, маман жоқ ондай. Енді соған тікелей жаңағындай мәселе туып келгенде, мына жақта өз Атырау облысының көлемінде жоқ. Алматыда деп жатырмыз. Енді сондай мәселелерді көтеріп жатырмыз. Жоқ, Атырау облысының көлемі жоқ емес, бар, оқып біз бәріміз аяқтайтын. Осы сияқты отыратын Гүлжанат деген қарындасымыз, ол оқиды, мен оқи аламын, басқасы оқи алады. Ол біз оқып беріп айтамыз, мысалы, мына жердің қате, мынау дұрыс емес деп берсек те, ол аралады да, эталон маған деген, мынау дейтін дұрыс емес дейміз. Сосын қайтадан соны ол дұрыс емес қойса, ол ұнамайды да Марат ағаға барады. Марат аға білмеймін дейді, сізге келеді де басқасы. Сосын мен де қойыңдар дедім, сендер не бізді келмеуші қыласыңдар ма? Анаған барып, егер де соны нақты бізге сенбейсіңдер, онда бізге жоламаңдар деп, мен өзім нақтылап айтқаным болатын. Жоқ, дұрыс қой Айбек. Енді оны, например, ол ақшасында төлейін деп тұр. Соны айтып тұрғаным ғой. Оған если жаңағында аккредитованный маман болса, өз сараптамасын беретін, жобасын жасап беретін, тек мынандай ғана емес, дұрыс емес, мынандай емес деген сияқты емес, кәдімгі қорытынды беру керек қой. Мен айттым ғой, оның балқымдың өзі Айбекті өзі жасай алады, доғымен отырғандар Айбек жасап береді. Профессиональный человек, он обученный. Жақсы. Приучен к этому. Жоқ, независимый болған дұрыс па деп ойлаймын да, негізі. Өйткені Айбек өзі сен такие услуги оказываешь, да? Ол конфликт болмау керек қой. Мен, например, ондай независимый болғым керек, например, экспертный. Өйткені мен өз интерестерім болса, мен, например, біреуге, мен где-то не так сделаю, басқалай, но я буду свои интересы, ақша жүрген жерде енді понятно бұл, бизнес. Сол себептен ол деген независимый болуға тиіс. Өзі жаңа қорытындысын беріп, нақтылай айтып, жетпеген жерін жеткізіп, көрсетіп, жаңағыда не беріп тұрса, заключение, мынау сай деп беріп тұрса, соған ақшасын алып отырса, біз уже айтамыз, мынадан алып келді ма, мынау бар деп. Айбектер қарайды, онымен келіспесе, пожалуйста, уже арқарта уже соттасамыз ба, басқа бола ма, енді уже ажарда уақыт көрсетеді. Көріпса, мысалы, бізге дейтін, бізге енді өзіңіздің нақты департамент осы дастур средажында нақты немен айналысады, соны толықтай ақпарат берсеңіз, сосын барып менде өзімнің сұрақтарым бар, соларды дейтін ұстастырайық, прокуратура өзін сосын ертең дейтін зерделеп, не істеп, нақты жауабын берсін. Сонымен сосын Горсайбезге де бана айтты, соны барлық түртіп алып отыр ғой. Ана жерде жаңағы ЖКХ-ның адамдар бар екен, құрылыс тұрғын үйлерін оятылай ғой. Қазір бүгінгі таңда бітіп жатқан үйлеріміз бар, салынып жатқан үйлеріміз бар. Солардың проекттің ішіне заложено ли для инвалидов незрячих проекты доступная среда, тактильные дорожки, вот эти сигнал, брайль системасы жүйесі бойынша жазу жаңа есіктегі тарасында көз көрмейтіндер бар ма қалай? Ол бойынша құрылыс бөліміне сұрақ, құрылыс бөліміне ол бойынша. Осылайда анаған сілтейді, анаған сілтейді. Прокуратура, сондай комиссияның құрамында бар ма прокуратура, немесе Горсайбез мамандары? Құрылыстың ішінде жаңағы комиссияның құрамында. Мен толықтырып кетейінші, Марат аға. Мына бізге қазір бар ғой, қала бойынша мысалы магазин салсын, ол жерде үй салсын, әртүрлі объектілер салсын да, кез келген база салса да строительный өндірістік. Бізге немен келеді, сәйкестік туралы декларация бар ғой, соған келеді. Декларацияның ішінде 4 мекеме қол қояды екен. Біреу Атырау жар, біреу су арнасы, біреу газ, 4-шіне келгенде Горсайбез жасап қойған. Яғни Горсайбездің бұл жердегі қарайтын міндеті жаңа салынып жатқан объектілер, действительно егер әлеуметтік объектілер болатын болса, ол жерге адамдар баратын объектілер болатын болса, онда біз міндетті түрде ол жердің несін қараймыз. Пандусы бар ма, тактильный доска бар ма, звонок бар ма, жаңа өзіңіз айтқандай, барлық жағдай жасалған ба. Егер сол дүниелер болмайтын болса, біз ана жерге қол қоймаймыз. Қазір мысалға біз енді осы жерге келген, жұмысқа келген осы Горсайбезге апрельде келдік қой, содан бастап қазір қарап отырмыз ғой, көбі бізге дейтін немен алып келеді жаңағы, гарантийный письмомен алып келеді. Мысалға 2022-лерде бұндай письмо болған. Қазір мен Марат аға айтайын. Гарантийный письмо алып келген олар айтады мысалы үшін. Біз мынаны қалай эксплуатацияға жіберуіміз керекпіз. Бізге бір айдай уақыт керек, үлгере алмай тұрмыз, уже тапсыратын уақыт болып қалады. Мысалға мектеп, оның ішінде балабақша деген сияқты. Соған кейбір мысалы үшін объектілер орындалмаған, яғни өзінің гарантийный несінің хатын орындамаған. Қазір біз бұл бойынша негізі неге осы департаментке хатмен, бүткіл фотосымен, материалмен бәрін бердік. Міне действительно кезінде бізге келді.
уақыт деген кезде осындай бір ай уақыт сұрады, бірақ қазір осыны орындамай отыр. Енді ары қарай шарасын алып алып біз сіздерге жібердік бұл екен өздеріңізге. Иә. Енді ары қарай департамент қарайды. Неге десеңіздер, біз оларды ары қарай тексеріп, неге мынау жоқ, неге жасамадыңдар деп біз шарасын ала алмаймыз. Біріншіден олар дейтін мал средний бизнес объектілерінің көпшілігі, сондықтан екіншіден жаңағыдай мораторий жариялаудан өздеріңіз білесіздер кейбір объекттер. Мысалға доступность бойынша да айтқым келетіні. Мына кедергісіз орта бойынша көп сұрақ бар әлі шыны керек. Білмеймін енді. Біз осы мен өтірік айтып қойған келгелі бізге түсіне алмай жүрміз. Біздің мына бөлімнің жалпы енді біздің өзіміздің функционалдық міндетіміз бар, біздің өзіміздің бөлімнің ережесі бар ғой. Сол бойынша біз жұмыс жасаймыз да, одан артық кете алмаймыз. Бекітіп берген заң бар, соның аясында деген сияқты. Бірақ бізге жыл сайын мына Аманат партиясының, бұрынғы Нұр Отан қазіргі Аманат партиясы, соның дорожный картасы бар, 5 жылға жасалынатын. Соның ішіне салып берген. Мына именно ол жерге кім жауапты деген Совбез. Яғни жыл сайын қала бойынша 145-147 жылға байланысты осындай кедергісіз орта, осындай объектілер бейімделіп тұру керек деп айтылған. Оның ішінде мектебіміз бар, балабақша бар, аптека бар, банкі бар, басқасы бар деген сияқты. Енді қараңыздар, біз өзіміздің тарапымызда оларды тексере алмаймыз. Біздің ол жерде құқымыз жоқ. Біз екіншіден бұл жерде маман емеспіз, біз құрылысшы емеспіз. Біз сниг оны қалай пандустың даже градусына қандай екенін де білмейміз. Себебі өзі маман емеспіз. Ол біздің функционалдық міндетімізде ережемізде жоқ. Бірақ каким-то образом бізге беріп отыр да, қала бойынша осыны қараңыздар деп. Осыны жасамайтын болсақ, ең соңында келгенде жауап беретін де біз болып отырмыз. Сондықтан біз айтқанбыз, мына бойынша прокуратураға хат жазғанбыз қалалыққа. Бірақ ол кісі өздерінің жауабын берді. Яғни біздер Горсовбез өзіміздің функционалдық міндетіміз ретінде, яғни контингент бұл жерде бізде ғой енді. Мүгедектігі бар адамдар мысалы осындай объектілерге барады, сіздерде мынау болу керек деп біз айта аламыз да, бірақ ол кісіге ойбай жаса, немесе неге жасаған жоқсың деп біз оларға міндеттей алмаймыз бұл жерде. Егер біз өйтіп міндеттейтін болсақ, мына прокуратураның өкілі отыр ғой, онда бізге уголовно немесе административный штраф немесе уже жазаға тартыламыз. Сондықтан бұл жердегі негізгі мәселе бұл уже келгенде кімге? Уже департаментке қарай келеді. Енді бірақ қазірдің өзінде біз биыл мысалы үшін 145 объект бізге берген екен. Қазіргі таңда 81 объектісін біз зерделеп шықтық. Аманат партиясы бар, оның ішінде кейбір мысалы үшін мүгедектігі бар адамдар да бар, үкіметтік емес ұйымдар бар. Соның 71-і қазір біз қарап отырмыз бейімделмеген. Міне бердік, оны да департаментке беріп отырмыз. Міне фотосы, міне аты жөні объекттің, енді ары қарай шараны өздеріңіз қолданыңыздар деп. Енді бұл кісілерде жақсы біз аламыз да, енді бәкем өзі айтатын шығар. Жақсы біз қазір ол қарып тексеру мүмкін штрафын салу мүмкін да. Бірақ айналып келгенде ол қанша да миллиондап штраф салса да, ол объектілер ол жылдың аяғына дейін орындалмайтын қаупі бар екенін біз көріп отырмыз уже. Яғни жасалмайды деген сөз жылдың аяғына дейін бұл белгіленген объект. Айналып келгенде бұл жерде енді екінші жағынан өзімізге қайтпайтын тұр. Неге? Ертең ол орындалмайтын болса, опять кім? Баяғы осы мекеме біз жауап береміз бұған. А оның екінші жағы бізде заң не позволяет оны орындап тұруға. Сондықтан енді бұл жерде осы жерде бірлесіп отырып, как прокуратура өкілдері тұр, департамент отыр, енді бұны енді бірлесіп шешпесе мына жерде ол дейтін бір ғана мекеменің әліне келетін дүние емес. Ренат, өткенде біздер аудандарды аралап жүргенімізде негізі мына Аманат партияның, Нұр Отанның төл құжаты, паспорт немесе мандат дейміз, керегесіз отан қалыптастыру, бұл олардың жобасы. Дұрыс па? Иә, жобалардың. Сол жоба бойынша Аманат алдымен өзінен бастасын. Біздер Аманат партияны аралап шықтық, оны 7 ауданның бірде-біреуінің ішінде мүгедектігі бар, соның ішінде көз көрмейтіндер аралаған бірде-бір құрылғы жоқ жаңағы. Иә, дорожкілер басқасына бәрі бізде ақша жоқ дейді. Ал мына Құлсарыда болды, Құлсары қаласында биліктегілер аты-жөнін атамай ақ қойып, биліктегі айтады, кім дейді, бірден келіп жатыр дейді. Ана Аманатқа енді прокуратура тістері батпайды, айта алмайды дейді. Потом ертең удочкаға келіп дейді прокуратуралары. Сондықтан да департамент айта алмайды ешкім кетеді, жұмған ауылдарды ашпастан. Кешегі Сатай ауданында болдық, роводың ішіне көрдіңдер ме жігіттер? Роводың ішіне барсақ, тактикалық дорож төселген бұрын. Арада правильно раскинули. Жаңағы қуыс-қуыста жатыр. Біздер бір айбек отырғызған ана милицияда формасымен тоңқайып білген ана түкіріппен жабыстырған, скотчпен жабыстырды. Тактикалық дорожканы егер жабыстырып жатыр. Милициясы айқайлады, бастық айқайлады. Неге істеп жатыр? Неге ана соңғы түсінде кіргіздіңдер дейді. Өзі келді ғой, түсіріп жатыр қарашы дейді. Ал сондай сөз бола ма? Сонда надзорный орган қайда қарап отыр, ана бәрін қарамай деген вопрос туындайды ғой. Сосын сіздер жаңағы көрсеңіз, неге мына мүгедектердің арасынан үнемі пантус дейсіңдер, жақсы коляскаға түсінеміз. Екі аяғы жоқ, біздің көзіміз жоқ, олардың аяқ қолбасына.
неге біздерге білім бермейді? Сіздер неге өздерің қолдарың Жоқ, бұл келмейтін жерде болса, өздерің қолдарың келмейтін болса, неге мына көзі көрмейтін жандарды қарап комиссия құрамына ендірмейсіңдер, білікті жігіттерді? Солар айтып беремін сіздер, анау жоқ, мынау жоқ. Пожалуйста, вам специалист. Бар бұл. Кім бар? Қайда саттар бізге Я мысалы. же хочу, мынау жоқ, знаете, что? Күнігіз болған адам емес ол. Енді кім Марат аға үкіметтік емес ұйым болғаннан кейін бір жана зарезан болғаннан кейін. Қарин күнігіз болған жігіт мен айтайын. Оқып білмейді сосын ол. Ол еш нәрсе білмейді. Жоқ, біз мына доступность бойынша қарағанда дейді, сол комиссия. Ол еш нәрсе білмейді. Қалауға тексереді ол. Мысалы ғанағыдай мына тақтайшы Тоғырбағаны 4 жыл болды ма, 5 жыл болды ма? болған екен, бар екен дейді. Ол департаментте оның қандай айырмашылығы бар? Мысалы департамент тоже көзі көреді, почтада көріп тұр, бар екен бұл. И как көріп тұр? Бұны жетті, мені отырған айтсын, кәрін қанша жыл болып қалғанын. Күні үшін Марат аға, ұсыныстар беріңіздер, біз дейтін өзіміздің бұл топқа дейтін сіздердің тарапынан берген. Мен де мен 84-85 жыл екі көзді айырып қосақырып қалдым. Мен еш нәрсе білмеймін, мысалы. Ана әйбетін артық бұл жерге білетін ешкім жоқ. Сол мына туа біткен балалар, жастан туа біткен көзімнен, солар көп нәрсені біледі. Солармен ақылдасыңыздар. Мен де білмеймін көп нәрсені. Мысалы дейтін, осы енді департамент тұрда бажанат өзіңіз бана көрсет айтты, солай толықтап айтып кетсеңіз өзі міндеттеріңізді осы именно доступный среда қатысты жұмыс бағыттарыңыз. Енді білесіздер, біздер мынау күлді осы мынау кедергісіз орта мәселелердің бәрін қарайтын біздер, бірақ айтып кету керек, бізде бөлім осы жұмыс жасайды. Оның ішінде 3 маман бар. 3 маман қазіргі күнде осы қазір бірақ маман жасап отыр жұмыс. Оның біріншіден. Енді жаңағы біздің өзіміздің тікелей жұмысымыз бойынша, жоспар бойынша біз жылына 30-дан астам объекті жоспарға қоямыз, соларды план түрінде жоспар бойынша тексереміз. Оның ішінде жаңа жоспар проект нелер объектілер, олар бізде профконтроль без посещением деген ол штраф салынбайды ғой. Оған ұйғарым беріп кетеміз. Ұйғарымды 3 айға беріп кетеміз. Өзінің уақыттары бар да бізде. Бәрі белгіленген залмен. Енді тіс тексеріс деп жатырмыз, жаңа өздеріңіз басқа өтініш бойынша, жаңа Сәулес айтып кетті ғой тоже. Олардың жаңағы нелер түскен бойынша, оны да қарастырып, прокуратураның өкілі отыр ғой. Прокуратура правовой статистики бар, соған апарып тіркеуден өткіземіз. Ол кей жерлерінде тіркемейді. Анасы жоқ, мынасы жоқ, жаңа материал сұрататын сол ғой. Фото, видео деген олар бәрін сұратып барып қана, өйткені қазір білесіздер өзі. Президент тікелей несі бар, поручение бизнесқа жаңа мораторий бар, сосын екінші үшін қатты давление болмау керек қой жаңа әртүрлі себептермен. Енді одан басқа постконтроль дегеніміз бар, постбақылау. Оның ішінде жаңағы меморандум бойынша осы министрлікпен, әкімдікпен 776 объект белгіленген осы 3 жылға жобасына. Оның ішінде где-то 708-ін біз тексердік профконтроль бойынша. Ол профконтроль дегеніміз не? Жаңағында біз онда тексеріс емес, барып, көріп, өзіміз жеке азамат ретінде жаңа фото, видеосын жасаймыз, қандай кемшіліктер бар, соны өзімізге белгілейміз. Сол бойынша бізде қазір 81 объект қолжетімді деп тұрмыз, облыс көлемінде. Ол дегеніміз өте аз. Оны енді қазір арқарта жолдарын қарастырып жатырмыз. Қалай оны нетеміз, мүмкіндік жасаймыз. Ол жаңа айтқандай, тек штрафпен оның бәрі шешілетін нәрсе емес. Ол штрафын төлер жасамайды, өйткені көптеген қаржы нелер керек. Сол бойынша енді бұл общий бір немен жасамасақ, ол тек жаңа тексеріс немен ол мәселе шешілмейтін сияқты негізі бүгінгі таңда. Енді ол жерде айтып кету керек тоже, мемлекеттік органдар көп арасында. Бұл тек жаңа 776-ның ішінде тек жаңа социальный значение дейміз ғой. Мектеп, больница, ішіндегі жаңа магазиндер, аптека, народный банк, енді мүгедектігі бар адамдардың жиі қатынайтын жерлері ғой. Ол басқа жаңа 3 объект айтып тұрған жоқпыз. Соның өзінде 81 ғана қолжетімді болып тұр қазіргі таңда. Соны былай қарап келгенде енді кеше министрлікте болдық. Осы мына пандусқа келсек, например, пандусты біз үйреніп қалғанбыз, осы капитальный қылып салып, оны андай. Оның қазір мобильный түрлері бар, темірден жасайтын түрлері бар. Олар көп арзанда. Жаңағы біз айтып жатсақ 5-6 миллион жоспарлағанша, 1,5 миллион, 2 миллионға жасап беріп жатады. Сол енді қаржыға келгенде қаржыға нетіп жатырмыз осы жоқшылығына.
сол себептен сондай ұсынымдар бар. Сосын жаңағы жергілікті әкімшілік дейміз, сол кісілермен енді осы бір жобаларды шешуге тиісті, енді қаржы көлем бөлініп жатыр. Енді осыны ары қарата бір комплексно шешетін мәселе сияқты ғой бұл. Сосын қазір мына өзгерістер енгізейін деп жатыр. Қай жылға дейін объектілер 15 жылға дейін, 15-тен кейін соларға да қазір көп жобалар дайындалып жатыр қазіргі күнде. Енді айтып кету керек, осы Айбек өзінде қаншама арызданып жатсың ғой, солар бойынша тексерістер жүргізіп жатырмыз. Керекті қандай біздің қолымыздан келгенше шараларды қолданып жатырмыз, штрафтарды салып жатырмыз. Енді вот айтып кетейік, вокзал, например, вокзал білесіздер. Ол до сих пор сол жерде не жоқ. Не жаңағы стационарный лифт жоқ, көтерілетін, түсетін, астына жаңа переходтан өтетін жер астымен кіргенде 4 метр, 5 метр неге соған оларда дұрыс қалыптасқан орта жоқ. Соған, например, 1 миллион 400 штраф салдық, ұйғарым бердік, әлі шешілмейді мұны, например. Былай қарасақ мұны, енді как этажи. Солармен енді сотқа бердік, неисполнение предписание дейміз ғой. Сотта өзім қатысып жатырмын. Осы объектін или тоқтатамыз ба, или қалай жасаймыз, енді осы элементарный бір былай қарасаңыздар, енді көпшілік жүретін жер. Көп пойыз екінші пунктта тұрады, көріп отырсаңыздар, осы шығарып салуға. Алматы болсын, басқа болсын, коляскамен невозможно жүріп кетеді. Пункттың үстімен жүреді сосын, өзіне қауіп қатер жасап. Анау бір передвижной пандус дейді жаңағы, ол деген невозможно анаумен. Ол анау өзі уақыты небезопасно, ол ондайға арналмаған нәрсе негізінде. Оны бізге көрсетеді, бізде осындай мына передвижной пандус, оған арналмаған деп, біз оларға кәдімгідей қорытындысымен бердік, штрафтарын салдық. Бірақ енді әлі қалыптаса алмай жатырмыз. Сана сезім дейміз, менталитет дейді ғой, шетелде болса олар деген бір нәрсеге айтсаң, сразу өздері үшін жасап береді. Еще рахметін айтып кетеді. Дұрыс болды айтқандар, біз көрмей жүр екенбіз деп. Бізде міне қандай организация, қаншама не айтамыз ғой өздеріне де. Именно головной штраф салдық. Алдында еткен филиалға салған, кіші жаңа кәсіпорынды филиалға. Осы жолы үлкен бизнес деп жаңа өзінің головнойына салып, ұйғарым бердік. Бірақ сол мәселеде шешілмей тұр. Енді что там говорит, қалғандар жеке кәсіпкер дейміз, ИП дейміз, енді бәрінде қазіргі уақытта қаражаттары мәз емес, өздерінің доходтары андай, сосын оларда жаңағындай бәрі сол бірінші айтатыны бізде қаражат жеткіліксіз, біз өз оборотымыз ондай болса, мына жабайық магазиндерімізді, мыналарымыз жабайық деп сондай бір нелерді ақпараттар жеткізеді. Бұлай негізінде жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді алдағы уақытта бірге қосылып, енді бүгінгі мына жиналыс бар, басқа бар деген сияқты осы мәселе талқылап, ары қарата жолдарын табуға енді жақсы ізденеміз. Рахмет. Мен өзімнің түсінігімде айтайын, мүмкіншілігі шектеулі азамат ретінде мысалы Бауыржанға бір сұрақ қойыңызшы. Бауыржан ол сервизін бісіз? жоқ, ФТЭК департамент. Мына горсервиз бар. Горсервиз бар. Мен мына сұрақ бүткілден мүгедектердің көкейіндегі мазалап жүрген сұрақ. Біздерде кеше санаторияға әлі барып жатыр да адамдар. Барып жатыр, Пойызбен қатынайды ғой, самолетке енді қолдайтынымыз. Сол пойыздың біреуінің жеңілдігін алып тастап, мына Тальго дейтін пойызға жеңілдік беріп қойған екен. Бұнда мүгедектің орны жоқ. Басқа облыстың бәрінде мүгедектің орны бар. 2 адамдық ішінде әжетханасы бар, душы бар. Басқа облыстар. Мен кеше Шымкенттен Алматыға міндім сол пойызға. Бұрын Астанаға шыққан, Астананың пойызында болды сол Тальгода. Сол осы мүгедектердің бәрін мазалап жүрген мәселе. Тальгоға мүгедектің орны. Жеңілдік береді. Жоқ, жеңілдік берді, бірақ та орын жоқ мүгедектің орны. Люкста бар, бір купесі бар, андай душы бар, бір жағында душы, бір жағында туалет. Жеңілдік жоқ болған. Мен жеңілдігі бар, жаңа нені сұрап отырмын, мүгедектің орны. Басқа облыстың бәрінде бар. Біздің Атырау облысы неге деген сұрақ қой? Жоқ, аға, сұрағыңыз орында. Бұл сұрақ бар ғой, бізде осы жаз бойы сұрақ кетті осы. Біз сосын мына негізі сұрағыңыз тікелей не қойған, темір жолға қатысты ғой. Біз бұны сұрағанбыз темір жолға соғып. Неге сіздер мысалға санаторияға айтып, осы бір чесон лайық 10 июль күні мысалға 10 адам кетіп бара жатыр да, мүгедегі бар. Бірақ олар жаңа вагонның ішінде, мысалы 7-ші вагон дейміз ба, бір мысал айтқанда. Там мүгедектікке арналған тек қана 2 орын бар да, сонда қалған 8-де не істейді десек сұрақ қойсақ, оған ешкім жауап бере алмайды да. Сондықтан айтуыңыз орында, негізі мына жерде дейтін әрбір вагонда
негізі сол мүгедектігі бар адамдарға арналған негізі орындар болу керек деп ойлаймыз бізде. Иә, оны біз ктж-ға жеткізгенбіз бұл бойынша. Иә, қарастырамыз деп айтты ауызша енді. Қазіргі таңда енді ол бойынша статусы қандай екенін мен білмедім ол өтірік айтпайын сізге. Но бірақ енді анықтап көрейік бұны. Ребята, осы енді мысалы кеше мына Марат ағамыз да келіп отыр. Осы кісіге де осы сұрақты қойдық. Бұл енді кеңесші облыс әкімі. Темір жолдың несі ғой. Осы жөнінде Алматыға жолу керек деп жаңағы басшылар сол Алматыда отырады дейді енді. Мысалға ең аяғы мысалға жаңағы 10 адам деп отырсыз ғой. Мысалға баратын адамдар болуы мүмкін мысалға. Ауырып, қасында жаңағы адам бар, көмекшісі бар. Ең болмағанда сол 2 адам мысалға жаңағы менсе душы бар, несі бар деген сияқты. Басқа облыстарда болып тұр ғой сондай орын. Сіздің сұрағыңыз ол басқасында пойызда бар да, неге именно Тальгода жоқ деп тұрсыз ғой, иә? Жоқ, басқа облыстың Тальгосында бар. Біздің Атырау мен Астана екі орта қатынайтында Тальгода жоқ деп тұрсыз ғой, иә? Жоқ, Алматы. Атырау Алматы дейсіз. Иә. Астанадан тоқтатып тастады, Астанадікінде болды. Астана Тальгосында болды. Басқа облыстардың Тальгосында бар деп айтып отырмын ғой. Мен кеше Шымкент Алматыға міндім жазда. Керемет бар. Басқа облыстарда ары қарай Астанаға дейін бар. Негізі болады, бір вагонда болады әйтеуір, анық мен білмеймін. Бірақ давайте анықтап сұрап көрейін мен бұны. Сұраңыз. Темір жолдан сұрайын. Темір жолдың сұрағы. Енді сол манағы мен өзім бүкіл жеке азамат ретінде қолжетімді ортаны мысалы өз басым былай деп түсінеміз да. Біз кез келген мысалы Байзар болсын, Дина болсын мысалы есігін алдынан бастап бутикке дейін қолжетімді орта негізі қалыптасу керек. Дұрыс емес пе? Біз кірдік, біз есігін таптық, өзіміз емін-еркін есігін табуымыз керек. Сосын емін-еркін бутиктің номерін тауып, сол ішіндегі қызметін алып, сапалы түрде емін-еркін ешқандай қауіпсіз, ештеңе құламай, сүрінбей шығуымыз керек. Қолжетімді орта ешкімнің көмегінсіз бір жерге кіріп шығу қызмет алу деп түсінеміз. Қазіргі таңда сіздер енді бана департамент құруда бана айтасыздар, бізде бір маман дейсіздер, бізде бана квалифицированный маман жоқ дейсіздер, тағы да басқа сылтау бана себептер болуы мүмкін. Оған негізі мүмкіншілігі шектеулі адам ретінде маған оның ешқандай әсері болмау керек. Негізі себеп дейтін сіздер жауапты тұлға, сіздер болғаннан кейін сіздің орган штраф салатында тексеретін орган сіздер толықтай кез келген азамат пен азаматшаға толықтай қамтамасыз етуі тиіссіздер. Негізі өзіңізге мәлім 2023 жылы 14 июльде соттың шешімі бар. Оны өзіңіз білесіз, нақты қандай шешім болғанын. Сол жерде көрсетілген біз дейтін сайлау кезінде дейтін мысалы кез келген мектеп сайлау учаскелерін қолжетімсіз екенін дәлелдеді. Сол кезде сот сіздерді міндеттеді. Сондықтан дейтін енді мен ойлаймын, мен сіздерге енді дейтін бір жеп көріңіз, ондай ол мақсатым ондай емес, сіздерді қаралау, жамандау емес. Бірақ жауапты тұлға сіздер боласыз, біз сіздерге қарай бағытталамыз да. Біз дейтін неге мысалы бағанағыдай Динаны алайық. Ал Динаны самый элементарный кіріп шығуға мүмкіндік жоқ қой. Хотя 5 ай өтіп кетті уже. Енді бір ай қалды. Бір айдың ішінде ертеңгі жасалады деп ойламаймын мен. Оның алдында да мысалы арыз бердік, беріп жатырмыз. Дина қабылданбай қалды, тоқ қабылданады, прокурор тіркемей қалады дейді. Прокурор өзі айтатын бар енді сол мәселе жөнінде. Той тіркеледі. Сіздердің тараптарыңызда бақылау жоқ. Біз кімге бағанағы бөлім басшыларымызға департамент сол бағанағы тексереді адам қайыр-қайыр айтып отырмын. Мынау неге оқылмайды? Мысалы, бняма схема тұр, шахмат сияқты түрп болдым жоқ басқа. Жолы қайда, бағанағы обозначениялар қайда, не қайда, мынау қайда. Мен білмеймін ғой дейді. Білмесе онда неге отыр да? Сұрақ та просто. Онда маман ауыстыру керек болар. Тиісті мамандар тарту керек онда, значит, үйрету керек. Жауап берсем бола ма? Иә. Мынау жаңағы айтып отырмыз ғой, тактильный лента ол мына неде, ережеде белгіленген жаңа снипта. До места оказания государственных услуг дейді. То есть мемлекеттік қызмет көрсетілетін жерге дейін. Ол яғни мемлекеттік органдарға арналған қазіргі талаптардың ішінде. Енді мынау жеке кәсіп дейміз, басқа дейміз, осы бойынша қазір айтып отырмын, жеке бір не дайындалып жатыр, соған ұсынып бердік біз. Конкретно белгіленші бізге. Өйткені біз артық
тоже талап ете алмаймыз. Жаңағы бизнес істеп жатырмыз, тексерушіден, тексеріліп жатқан объектіден. В пределах қандай бізде бар, өзі тексеріс парағы деген бар ғой, соның ішіне қалай белгіленеді, сонымен қарап жатырмыз. Ол бір. Екінші жаңағы бақылау дейміз. Бақылауды біз оны 6 айдың ішінде берсек, оны күнделік, ай сайын оны бақыламаймыз. Ол мына Күшмәске кодексте белгіленген өзі объект бізге жасалынған жұмыс туралы ақпарат береді. Сол ақпаратты біз қараймыз. Сол ақпарат дұрыс болмай жатса, тағы да біз одан сұраныс жасаймыз. Қазір көп өзгерістер енгізіліп жатыр. Ана жол осылай бір неге шығып кетіп едік тексеріске алдында нелермен. Осы ЦПС-дің тағы да бір выговор алдық жаңа қыздарымызға. Сол себептен бұл бақылау жұмыстары, ол уже айтып жатырмын ғой жаңағы, өзін жаңағы біздің тексеріп жатқан объектілердің өзін сана сезімділігіне байланысты. Олар өздері мынау енді былай қарап келгенде ақша тауып жатыр ғой. Ол былай қарап келгенде жасауға тиісті, өзін жаңағы несін қолданып, өзінің құқығы бар, өзінің қаражаты бар деген сияқты. Жақсы, Бауыржан, енді сіздің әңгімеңізді түсінбедім. Тұра тұр, енді қазір үшінші сұраққа айтайын да, жаңа айтып жатсыңдар, маман ретінде мен айтып отқаным, жаңағы специалист, ол жаңа сіздің мнемосхема дейміз ғой, соны оқитын маман жоқ. Ондай бізге ондай талап қойылмады негізінде. Бірақ мен айтып тұрғаным жаңағындай осы жерде бір сондай бір аккредитованный маман болуға тиіс бір облыс көлемінде. Өйткені оны жасайтын адамдар көп, бірақ оған жаңа қорытынды беріп, мынау дұрыс па, дұрыс емес па, соны айтатын адам жоқ. Жақсы, енді мысалы, үкім прокурор мырзада, мысалы, өзіңіз осы, мысалы, біздің қолжетімді орта жөнінде, мәселе жөнінде өзіңіз не айта аласыз? Жалпы біздің түсінігіміз дұрыс па? Әлде қалай осы нақты? Өзі әріптестер айтып кеткеніне бәрін келісемін. Сіздің айтқандарыңыз өте дұрыс. Адамның несіне қарай ешқандай шектеме бар еді. Қолжетімді орта деп тұр, жаңа мүмкіндігі шектеулі адамдарға, азаматтарға. Қазіргі таңда шаралар алынып жатыр, жаңа айтты ғой, қаншама мекемелердің тексеріп жатыр. Жақсы, ол тексеріп жатыр мекемеде, нақты бізге дейтін, мысалы дейтін, біз емінерін кіріп шыға алатындай бізде мүмкіншілік жоқ қой. Сол мәселелерді көтеріп жатыр ғой, сол мәселелерді шешу үстінде. Осылай дейтін қараңызшы, мысалы дейтін, біз арыз береді екенбіз. Ол арыз қалай болса солай қаралады екен. Прокуратура бірде тіркеледі, бірде тіркелмейді. Жақсы. Әйтеуір артынан арыздың артынан жүгіріп бәрі тіркейсің. Оны алады да предписание жақсы департамент тұруда әйтеуір береді. Біреу қалай болса солай келіп істеп кетеді, ИФТ-ге алады да фотоотчет жасайды, болды, істелінді деп жауап береді. Бұл қалай болса сонда? Айдың сөздің алдында прокуратураға бір сұрақ қояйын. Біздер өткенде, по-моему, 5-да августта шыққан айы солай ма? Мына жаңағы автокөліктер бар, автобусқа міндік деп отырмыз, соның бәрін біздер ұйғарым шығардық. Полиция шақыртып жаңағы арызымызды бердік, прокуратура тапсырып, бұл мұтаңа бір айдың үстінде уақыт өтті. Нендей шешім қандай қарадыңыз жоқ прокуратура? Біз участковый арқылы сіздер бір жерде біздің ауылымызда естіген, телевидение әжеміздерге естіген нәрсе біздерге құлаққа тиіп отырсыңдар ғой. Шынында енді душе, глубине души еш нәрсе біліп отқан жоқсыңдар, түсіріп отқан жоқсыңдар, тек өтірікті барқыт осыңдар бұл жерде. Ана втегіңде сол фотоотчет жасайды, для галочки болды, міне тапсырады береді. Тапсырыс, неге ондай? Неге ондай істеп отырсыздар? Ондай кого алдап, сіздер бізді алдап отырсыздар ма, әлде өздеріңіз алдап отырсыздар? ЖКХ-ға айтпай-ақ қояйық вообще. ЖКХ вообще. Мысалы, сіздер дейтін тексеріс органсыздар. Мысалы дейтін, неужели сонда дейтін, втег дейтін сонда именно бөлім, ана тексеруші бөлімді айтамын да, мысалы жаңа. Барат, тексереді. Втег барат, бір комиссияны бір жерге, ананы тісіп аттайды. Оны жаңа қиын қайда. Оны давайте былай. Көрсеңізге кісі келеді, мені солай өтіп болады, тапсырады, уақытсыз болды. Ты мне ол тағы солай, сонда қайда? Сөзіңіз аузыңызда, мен айтайын, міне осы бертінде, осы бізге жаңағы блогерлардан түсті, осы транспортный прокуратура дейміз ғой, жаңағы осы жерде қалада орналасқан. Соларда жаңағы ортаны қараңдар деп. Сол жерден бардық, шықтық, ұйғарым бердік, онда тұрған еш нәрсе де жоқ. Олар да түсінеді. Прокурор айтып отыр өзі. Олар оған қашып жатқан жоқ жасауға. Ақша мәселесі, бәрі ақша мәселесінде тұр. Ондай айтып қажет емес, ол конкретно факты болса айтыңыздар. Тексеруші органдар бар ғой, үстінен қадағалайтын органдар бар, біздің үстімізде қарайтындар бар. Оны былай бет алды айтуға болмайды. Маған түсті,
Жоқ, маған түсті. Правда глаза колешь, что ли? При чем здесь правда? Мен сізге айтып отырмын. Өтірік емес қой. Қалай екенін айтып отырмын. Барған жерде түкті бітіре алмайсыздар. Ешнәрсе істей алмайсыздар. Просто там сидите, столы вчера эти в этот крыло. Все, бітті. Басқа шаруаларым жоқ. Қолдарыңызға келмейді екен. Мамандарым жоқ. Мұны келің осы слепошқа. Осы жерде отырған жігіттер барлығы поправили систему біледі, оқи алады. Ал маман қылып. Марат, айтайық, бізде сіздер ғана емес, бізде ем-суларымыз да бар. Біз ем-суыны бір айлап жатып тексереміз. Мына совет біледі ғой. Ол жерде баланың жаңа мүгедек балалардың жағдайын қараймыз. Мына прокурормен қоса мына тексерісте отырмыз. 2 апта болды, сол жерде маман шыға алмай жатыр. Кедергісіз ортаны айтып отырмын, ол жерде түк қиындық жоқ. Қазір тек прокуратура бізге тіркеп алса, мына сіздердің актілеріңіз. Барамыз да любой ауданды 2 күнде болып тексеріп тастаймыз. 10 объект па, 20 объект па. Түк несі жоқ. Енді жаңа айтып кетсек, ұйғарым бойынша ол жаңа предпринимательский кодексте көрсетілген. Фото отчетымен көрсетіп, оған біз не посещаем. Оны максимально жасап жатыр, бармауға тиістігіп жасап жатыр. Жоқ, причем банағы предпринимательский кодекс, а социальная защита где? Что доступ должен быть везде. Жоқ, дұрыс қой. Енді ол бізге бізде соттан осыны дәлелдеп шықтық. Сіздер банағы Қайырғали айтасыз, мен дейтін предпринимательный бана кодекс предпринимательға сәйкес мен іштен отырып тексердім, сайлауға банады, осыны доступ бердік. Соттың шешімін біз сотқа қалай дәлелдеп шықтық? Біз айттық сотқа. Мен мүмкіншілігі шектеулі азамат ретінде осы здание кіре алмаймын. Но департамент көзін жұмды. Видите, сіздер де көздерін жұмасыздар, а біз дейтін соңында зардап шегеміз, біз кіре алмаймыз, біз оқи алмаймыз тақтайшаны. Горсоветтің өзінің ішінде де мысалы там не бадар кабинеттер дейтін жазылмаған мысалы біз айтып жатырмыз. Жақсы енді өзіміздің келісетін ағаларымыз ғой түсінетін болар деп. Жоқ, Айбек, ол сіздің айтқаныңыз бойынша біздер мына мемлекеттік сатып алуға шығарып қойдық. Жоқ, оның алды сіздер дейтін 200-300 мың ақша жойып жасаттыңдар. Какой-то қайттан жасатып жатсыңдар, видите? Мемлекеттің ақшасын былай қарағанда 2 рет, 3 рет жояды. А хотя как-то можно 1 рет істеп соғуға болады. Енді былай осыған Қазақстанның заңы. Ханға да, қараға да, әкімге де, басқасына да бірдей дұрыс па? Сол заңға қайғайсында барыншылығы, конституциямыз бар. Ендеше неге біз жестко талап етпейміз? Это не для брата, не для свата, правильно? Бұл қоғам үшін, мына мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ғой. Дұрыс па? Одан от этого адамға не алысақ кетеді, не биіктеп кетпейді ғой. Талап етеді заң аясында. Біз сіздерге басқа ешсе талап етіп отырған жоқпыз ғой. Мы требуем от вас что? Законного. И вы требуете с тех лиц законного. Правильно? Или мен ошибаюсь? Дұрыс емес мен айтамын? Жоқ, мысалы қарашы, прокурорда қарашы. Мысалы, именно сол біздің түсінбейтініміз осы да, осы нәрсе, мен осы үшін сіздерді бастарыңыз қосып отырмын. Бір нәрсе түсініп алайықшы деп, департамент тұрда бұлай тартады, сіздер бұлай тартасыздар, горсовет бұлай тартады, соңында дейтін оқи алмай, тағы да не істей алмай. Неге біз сондай болуымыз керек? Ол дейтін мысалы біздер үшін жасалғасын боласын, біздерге тиімді болу керек емес пе? Жігіттер қыздар бар ма? Дұрыс айтамын. А неге онда сіздер онда қазір енді заң солай жазылғанда просто предпринимательский кодексте, кәсіпкерлік кодексінде. Жоқ, причем кәсіпкерлік кодекс болады. Енді социальный кодексте. Сөзі бар ғой, ода бар. Енді неге соны ол кейін уже екінші тексеріп мысалы қазір олар айтып тұр ғой қазір фото, отчет немен береді. Екінші встречный тексере алмайды олар бар. Бір тексереді, тек тексергеннен мама егер келіспесеңіз сіз қайтып бара жазу керексіздер. Что не соответствует деп мамай сонда біз қараш мына қараңыздар видео бәрі съемка жүріп жатыр қараш сонда біз бүйтіп жүруімізге инвалид мен соқыр ретінде баруым керек бір мекемеге акиматқа мысалы деп айтайын мысалы акиматқа баруым керек оның қол жеткісіз екенін білдім департамент тұруда арыз жазады екенмін департамент тұруда қабылдайды екен оны предписание береді екен ол мемлекет 2 миллион 3 миллион ақша жояды екен ол тиімсіз болады екен мен қайттан бар арыз жазады екенмін сосын бар социальный кодекс жұмыс жасай ма? Жоқ, сіздер мысалы сіздер істемейді оларда объекті мамандардың қорытындысы ештеңесі талап етпейсіздер осы. Жоқ, оны, например, өз жаңа мемлекеттік орган деп жатырмыз ғой, совет болсын, образование болсын, олар жаңа келісімшартты қойғанда тех спецификация жазу керек. СНИПқа сәйкес, басқасына сәйкес, сосын өздері мойнымен жауап береді. Если ол жаңа поставщик услуг дейміз ғой, дұрыс жасамай күнде жаңа нема схемасы басқасы болсын, он вправе еще раз вновь вернуться. Ол да маман емес, например. Ол жаңа кеше мына айтып жатырмыз, осы кімде координациялар барып келді, ол біздің жаңа объекті бойынша. Ана жерде жаңағы не,
көтерілетін жаңағы пандусқа көтерілетін жаңағы подъемный механизм дейді ғой, сол вроде заводской, бәрі паспорты бәрі бар, бірақ жаңағы біздің барған кісілеріміз қанағаттанған жоқ. Мына жерде дейді адам сыймайды, бір медучреждение ғой, адам сыймайды дейді, мына жерде ограничение жоқ. Дұрыс қой, енді ондай болып жатса, ол бізге мына берді, тек паспортын берді, бізде оған енді неге күмәндануымыз керек? Например, сомневаться должны. Ол беріп тұр, бізге жасап тұр мына, өзін жаңа көрсетіп тұр документтер. Енді ондай болыватқан күннің өзінде, если действительно жаңа сәйкес болмаса, оны вправе жаңа кто поставщик, заказчик, содан талап етуге, мынаны дұрыстап ауыстыр, мынау дұрыс емес, мына жерлерін дұрыс емес деп, ол анау обязан. Өйткені тех спецификация жазылады ғой. Олар бір нәрсені неткенде келісімшарт, олар міндетті түрде мемлекеттік закупка неткенде тех спецификация көрсетеді. Мынау неге сниптарға сәйкес, мыналарға сәйкес деп осындай талаптарын қояды. Если ол дұрыс болмай жатса, он вправе оны в любой момент қайтып жасатуға, не болмаса ақшасын қайтып нетуге, шығартуға. Ол дейтін, мысалы, бір жылдан кейін акт работты сұрау кетеді де, там бір жылдың ішінде орындау гарантиямызды бір жыл, и содан кейін бар, мысалы, инвалид бар, байқаса соны. Ол қайтты мемлекеттің сол ақша қайтты мемлекеттен жойылады ғой. Жоқ, ол қай жерде, например, жаңа тактильный ленталар ма или что? Именно. Енді оның барлығы жаңағы келісім шартта тұрады ғой. Жаңа айтамыз ғой, даже үйлердің өздерін тапсырғанда, мынандай человек не застрахован, правильно, ол жерде человек не застрахован механизм в любой время может отказать, коллег үстінде ауылай қылай тегін, ол бас жағы тағы. Мына жерде кто это саған будет? Иә, мысалы көріп тұрсам, мына осы жерде ФТЭК-тің біз енді солай түсінеміз енді. Сұраққа көңіл бөлейік. ФТЭК-тің манағыдай мамандарының немқұрайлы, тиісті өзінің деңгейінде манағыдай жауапкершілікпен қарамауының қорытынды себебі дейтін бір рет тексеріп, ол дейтін тұрады екен, мемлекеттен ақша бөлінеді екен, ол дейтін соқыр келіп бір жылдан кейін анықтайды екен, дұрыс емес екен, сосын барып қайттан дұрысталады екен. Ну это не знаю, что за жоқ, олай айтуға. Енді біз соны сезіп жатырмық қой, мен сізге талай. Сіздер бана қаншама арыздар беріп жатсыздар, осы кеше ғана осы қаншама арыздар түсіп жатыр. Соның бәріне шығайын, көбісіне шығып, керектеріне штрафтарын салып айыппұлда. Ұйғарымдарын беріп жатыр. Енді жасалмады деп айтуға болмайды ғой. Жоқ, жасалмағандар бар, мысалы, көріп тұрса. Қай жерде кемшілік бар, оның бәрі прокуратура аясында бұл кісілерде қарайды. Кез келген жаңағы дұрыс болмай жатса, ол тараптан да осы кеше ғана осы бөлім басшысы ол да жаңағы выговорын алып жатыр. Енді болады ондай болып жатыр, ондай болып жоқ емес, бар. Ол мемлекеттік қызметте любой жерде болады. Неге десеңіздер, күнде өзгеріс, күнде не ережеміз мына қазір ретке келейін деп жатыр, қазірден бастап мына. Өйткені бұрын жаңа строительные нормы и правила дейміз ғой, негізі қарап келгенде, ол деген жаңа таза мына арт-строй контроль вопростар ғой, мәселелер негізінде. Соны қазір ретке келтіріп, өзіміздің таза талаптарын қоймақшы болып жатыр. Соның ішінде біздер ұсыным беріп жатырмыз. Мынау жаңағы нелер деп жатырмыз жаңағы. Тактильный лента қай жерге дейін болу керек, қай жерден басталу керек. Сондайдың бәрін нақты белгілемесек, онда сіздер түсінікті ғой сіздер мәселелеріңіз. Біз оған істегіміз келеді, бірақ ар жағында заңымыз дұрыс көрсетпей неткеннен кейін асыра пайдалануға тоже болмайды. Заң дейтін там же написано в социальном кодексе, что каждый учреждение должно быть доступно для каждого инвалида. Ну, больше чего вам нужно? Жоқ, енді қараңызшы, ол деген учреждение до услуг, до ол услуганы айтып отырмыз. Госуслуга деп тұр да, госуслуга. Ол енді ол түсінікті мемлекеттік органда, ол жаңа қай жерге дейін госуслуга, бізде міне ФТЭК па, сол первичный отделға дейін бізде тұр оның бәрі. Например, солай жасалынған. Осы күнге дейін солай келе жатырмыз біздер. А енді жаңағы жеке кәсіп, басқасы бар, ол жерде белгіленбеген. Ол жерге қазір міне кәсіпкерге айтсақ, ол айтады, көрсетші маған норманды. Неге мен каждый мынау неге дейін, мынау 5-ші этажға дейін менде тұру керек. Соны көрсете алмай тұрмыз ғой. Ол деген жаңағы социальный кодексті көрсеттіңіз. Социальный доступность деп тұрмыз ғой. Понятно, что доступность. Да, доступность. Келуін келді. Не үшін келді? Қай жерге бару керек екен? Соны белгілеу керек болып тұр ғой бізге. Ол сонда сіздер не мемлекет дейтін сонда біз роботпыз, сіздерге туалетке қарай барасың, лифтке барасың, басқа жерге бармайсың деген. Жоқ, оны утрировать керек емес. Мысалы, мен дейтін Динаға барады екенмін. Сіздер маған Динаға туалетке дейін, тек қана банағы бір 2-3 аптекаға, соны мен одан артық басқа услуга алмаймын деген сөз ба сонда?
енді қазір көрген күнде белгіленбеген, соны айтып отырмын ғой мен сіздерге. Белгіленбеген, оны белгіленбегеннен кейін қалай оны қазір біз каждый мәжіліс айтамыз. Міндеттеңіздер. Енді белгілеп жатырмыз, беріп жатырмыз, ұсыным беріп жасап жатыр. Мысалы қараңызшы, прокурор қараңыз. Қалай сол дейтін, мысалы заңға соны дейтін департамент былай тартып жатыр. Сіздер заңыңыз былай, сонда қалай мына қазіргі таңда бұл талқыланып отыр, жаңа кім айтты оны? жоқ, заң аясында қалай болу керек? Мысалы соқырға сондай робот қылып қою керек па не? Туалетке барасың, есіктен туалетке, мына Народный банк мына авангардта 13-ші манағы 13-ші астында мына лестницаның бойында тактен білкі жоқ, кіреберісте тамбурда жоқ, бана залда, общий залда ұзынына былай кіреберіс есіктен кассаға дейін істеп қойған болды. А жанындағы нелерге, окошкалерге жоқ. Извините меня, ана мен дейтін есіктен тек қана кассаға тірелеу болды. Басқа мен ешқандай услуга ала алмаймын. Ана жақта дейтін громкоговорительмен оператор осындай окошкеге барып мен ала алмаймын. Сонда менікі заңсыз ба сонда прокурор? Тактильный плитаның каждый есіктің тұсында отдельно жоқ, қазір айтып жауап берді. Сонда менікі заңсыз ба? Заңды қазір. Онда неге департамент тұрда былай айтып жатыр? Ну давайте решать этот вопрос. Себебі дейтін, неге біз дейтін шектеліп жүруіміз керек? Сол үшін біз бастарымызды қосып отырмыз. Сіз дейтін тиісті тапсырма, тиісті шараны қолданыңыздар. Қай-қайсысына да, департамент басшысына да, өзіне де. Себебі дейтін, бұл дейтін болмайтын нәрсе. Неге біз дейтін каждый заңымыз, президентіміз айтып жатыр, мысалы, істеңдер деп. Тапсырмалар беріліп жатыр, ақшалар бөлініп жатыр. Мына жердегі алады департамент тұрда өзінше істейді. Госслужбада болу керек, ана жерде болмау керек, мына жерде былай болу керек. Неге ол өзін диктовать етеді? Или там барлығы заң аясында шешілу керек қой қазір. Мен сізге мысал айттым ғой, сонда біздікі заңсыз ба? Біз ертең қайтадан онда каждый сонда объектіні дұрыс емес болса, ертең біз Динаны көреміз актиярдың алдысында бітеді ғой несі, уақыты. Егер де орындалмайды, сонда біз ертең қайтадан департамент қайтадан жасамыз, олар қайтадан тексере алмайды уже. Жоқ. Ол қазір бұны ұйғарым берілді. Октябрьдің алтысына дейін. Уақыты келеді. Октябрь алтысында келеді. Сол Динаның жаңағы несі бізге береді. Фотоотчет береді, сіздер бәрі жақсы дейсіздер. Фотоотчеттің бәрін береді, біз қараймыз, талапқа сай болып жатса, онда болды, болмаса, онда тыс тексеріс ашылады, оған тағы хаттама толтырылады. Жоқ, олар дейтін тактильный. Хаттама толтырылады. Мен ол нәрсені білемін. Маған оны жоқ, енді сұрап кешіріңіз, қалай болатындар. Себебі дейтін уже біз ол нәрсе өтіп кеттік. Сіздер дейтін бір рет фотоотчет қабылдап алдыңыздар, екінші тексердік, екінші қабылдап, үшінші ары жатқаннан кейін барып Қайратқа өзіңіз білесіз, Қайратқа прокурор арқылы выговоры бергізіп қайтадан тексерттік. Просто осындай услажан етіп не керек деймін да жұмысты прокурор. Қараңызшы да, біз дейтін Динаны мысалы алайық. Мешітті жаздық мысалы, доступ жоқ деп, мешітті әлі тексерген жоқ. Хотя прокурордың выговор берілсін деген маржиналы бар. Динаны мысалы выговор арқылы жасап тексерттік. Неге біз осыншалықты қиналуымыз керек деймін да, бір какой-то объектін доступ жасау үшін. Неге сіздер осыған қарайсыздар? Динаны сіздер бердіңіздер ғой арызды. Дина бір тексерген жоқ қой. Тыс тексеріспен шықты. Жоқ, шыққан жоқсыздар. Не өтетесіз? Сосын бар прокурордың выговорын бергеннен бар шықтыңыздар ғой. Зачем менде қағазда бәрі бар ғой? Сіз Қайырғалиға выговор бердіңіз. Все, я понял. Дина екен ғой. Жоқ, мешітпен бердіңдер. Жоқ, болды ондай жағдай. Болды? Мешітті де бердік. Но мешіт тексерілген жоқ. Жоқ, мешітті мен көрген жоқ арыз. Қашан біз дәл сол мешітпен Дина екеуін бірге тіркедік. Дина почему-то өтіп кетті, мешіт өтпей қалды. Жақсы қарастырайық. Енді қазір сіз прокурор мырзаға осы сұрақтарды қойып отырсыздар ғой, иә? Бірге талқылайық бұл кісілермен. Давайте, жақсы. Может, не так понимаю. Мен де жаңадан келіп жатқан адамдармыз ғой. Қарап отырып, жаңағы мына прокурор мырза бар, біздер бармыз. Отырып, өзің келіп жатсаң, өзің кел. Бірге келіп, осы мынау заңнамалардың аясында қарайық. Мен айтып отырмын, біздің площадкада, енді қазір былай не қажет емес. Өйткені жаңа біз айтып отырмыз, өз проблемаларымыз бар. Оны шешуге тырысып жатырмыз. Оның ұсынымдар беріп жатыр. Біз оны тексеруге емес, тексереміз оның бәрін. Ол вообще не доступность деген ол көп нәрсе емес, барып тексеріп ұстау. Ол жаңағы емсуға қарағанда ол енді көп уақыт алмайды, и оған көп познание, ол бәрі белгіленген. 90 сантиметр есік, жаңа тактильный ленталарымыз бар, туалеттеріміз бар, жаңа пандустарымыз бар, высота 80 сантиметр деген, оның бәрі көп уақыт алмайды. Бір сағат ішінде тексеріп ұстауға болады. Оған нет тұрған жоқпыз. И главный басты мәселе жаңа заң аясында дұрыс жаңа тексеру парағы бар ғой.
оны біледі мына прокурорымыз. Тексеру парағына біз шамалы бір шығып кетсек, ол да ертең бізге. Оны ертең бізге өзімізге сол үшін да кедергі келіп тұр ғой. Соны чтобы согласовано болатында бірге отырып қарайық. Ол не емес? Қарап отырып дұрыстап сіздер барсыздар, бізге айтыңыздар, если дұрыс болмай жатса. Мен всегда Бауыржан, мен всегда манағыдай заңын, что барлығын дұрыстауға, но, к сожалению, мана айтып отырмын ғой, сіздердің тараптарыңыздан сұрақ менде өте көп та манағыдай каждый мелочь, но ол мелочь өзі маған қатты әсер етеді, себебі бір денаны тексерту үшін мен прокуратура 3 бардым. Соңында выговор бергізіп тексердім, но это какие силы там, қара прокурор, да? Өзің түсініп отырсыз ғой, да? Қанша күш кетеді, қанша ашуланамыз, соңында алда тексереді. Кім кінә? Департамент туралы. Сол да? Сондықтан енді қазір дейтін бәрі шаршауға уже естіген бар. Біз дейтін сіз өзіңіз осыны зерделеңіз. Мен мана айтып отырмын, мысал ретінде айттым. Народный банкты алайық, Динаны алайық, мысал ретінде. Біз мұнаға 3-ші корпуста, анақта 4-5 корпус бар ғой, 3-ші корпустың лестницасынан бастап, туалет неден төсеп тастаған, болды, айналасында екіншісі басқа жоқ. Департамент оны бар деп белгілеп қойды. Біз дейтін жоқ дейміз. Сол кезде дейтін, что мен ойым полностью бізге қолжетімді болуы тиіс. Біз дейтін, что емін-еркін кіріп шығатындай. Сұрақ бар деп жатыр, сұрақ бар. Соны зерделеңіз. Сосын бар. Не только мнемосхема, жаңағы не только тактильно. Мнемосхемада каждыйда тұру керек деп тұрсыздар ғой, да? Ол сол жақтан давайте бірге. Барлығын шешейік. Если жаңағында бізге сондай мына сіздердікі дұрыс деп жатса, без проблем. Бізге ол ұйғарым беру деген береміз. Бірақ заң аясында болу. Мынаған сәйкес, жаңа кедергісі орта деп общий ғана айтпай, конкретно со ссылками. Өйткені жаңа стриптер бар, оны жаңа белгілеп тұрып көрсетсек, оның ешкімде не тұрған жоқ ол. Динамен ешқандай неміз жоқ. Енді мен айтсайын жасап, прокурорымызда дұрыс түсінген барысы өлейін да, осыны зерделеңіз, сіз енді бір активді... Просто бізде байыл жаңа айтып отқандай қарсы тексеріс мәселесі ғой, бізде ол айтып тұр, бұл фотоға түсіріп жібереді, заңның просто жаңағыдай шектеу қойып тастаған ғой, сол мәселені көтеру керек болып тұр бұл жерде. Қарсы тексеріп, қарсы тексере алмайды. Сол екінші неге уже сол мәселені көтеріп, мысалы қай органдар СС-та, ЧС-та, мысалы кез келген объектіні тексереді, тексерген олар жаңағы писание береді, нұсқама жою жөніндегі бір ай уақыт береді, бір айдың ішінде олар жойдық дейді, фото отчет жаңағыдай хат түрінде жазып жібереді, осындай мынаны салу керек қой, вытяжка салдық, міне мынаны салдық. Олар тұра тұрса, содан кейін олар тексере алмай қалады, заңмен запрещен. Егер орындамаған жағдайда олар тексеріп тексеріп, штрафын салып, жаңағыдай нелерін қабылдайды. Сөзіңіз аузында, мына ЦПС жаңағы правовой статистика, бізге даже түспейді ғой ақпарат, да? Екінші басқа түрде білесің ғой, субсидия да. Жаңа мұны айтып отырмыз ғой. Субсидия деген бар. Ұйғарым, например, да? Даже бізге ақпарат түспеген өзінде, ана жол біз вокзалға шығып кеттік. Ақпарат түспеді ғой, давай шығып сразу тексерейік десек, бізге прокурор, жаңа прокуратура ЦПС түсті. Нарушение дейді. Өйткені, опять біз қайтып, олардан сұрау салып, солардың жаңа фото отчеттарын алып барып, қана арқасында шешім қабылдауымыз керек. Көрдіңіз бе? Қандай болды? Сіздер, мысал, енді мысал, мына отырғандар, сіз шаршасаңыздар жүре беріңіздер, просто өзіміз талқылап отырдық қой. Манағы, маржына, мысалы, ондай жағдайда фото отчет түсті ма, сіздер біздерге айтыңыздар. Давайте. Нас включайте. Ал осылай не істеді, ал қалай істейміз? Сендерге тиімді ма? Ну, это же не запрещено. Правильно? Айбек, ана кісілерге отыра беріп жүре берді деп. Сол айттым ғой, айтып отырмын. Маған беріп отыр ғой, сұрақтарын қойсын, жауап берсін. Барнақты да қайдан беріп. Мана Гүлжанов па кім? Жоқ, тыңдағысы келіп отырмын, бұл кісілер қайтқысы келмей отырмын. Бұл кісілерге наоборот, енді осыны тыңдап, осы жерге қаншама жерде келіп. Мен осында маман болып жасаймын, тифлопедагог, жаңағы өзіміз сияқты тағдырластарымыз бар, осы брайль жүйесін үйретеміз. Меңгеруіне өз бетінше етуіне көмектесемін. Бірақ енді айтып отырмын ғой жаңағы жерде мнемосхема, мен өз ойым енді мнемосхема деп айтқанда Дина базарында мен көрдім жалпы. Бірақ енді ол жерде мнемосхема өзі түсінеді, жаңағы оқитын маман болмаса, оны басқа да нелер қалай оқиды деп мен соны мазалап тұр да. Басқа мысалы мүгедек көз көрмейтін адамдар оны қалай түсінеді деген сияқты. Меніңше ол бос не сияқты ойлаймын мен. Одан да жаңағы басқа да нәрсе ойлап табу керек сияқты.
себебі ол жерде тақтайшаны ол сипап өткенше ол сипап не жасағанша уже бүкіл денаны аралайтын уақыт өтіп кететін сияқты меніңше. Сондықтан басқа бір нәрсе ойлап табу. Галасау бағдар ма сондай бір нәрсе ойлау керек сияқты. Оны департамент жаздық, дыбысты бағыттауыш, манағы дыбысты бағыттауыш құрал, ол дейтін нақты телефонмен бүйтіп жатады да, мысалы 15-ші бутик па, 15-ші бутик басады, сол 15-ші бутиктің үсте тұрған не шиқылдау керек, оны біз айттық. Ол міндетті түрде болу керек, себебі дейтін ол керек емес нәрселер босқа құртпай осы жаңа приложение бойынша жаңа сөздеріңіз ауыздарыңызға ол да тексеру парағында жоқ. Вот қазір қарап отырсаңыздар, ол жерде құр жаңа дыбысты құбырғылар дейді, звуковой сигналдар. Жоқ, а жаңағы именно сіздер айтасыздар ғой, приложение жаңағы телефон бойынша деп жаңағы сол белгіленбеген нәрселер. Оны да біз қарасты комитетке беріп жатырмыз. Мына жақтарын қараңыздаршы, біздерде осындай белсенділеріміз бар, сол кісілерге осы нақтылай керек ұсыным ретінде беріп жатырмыз. Енді оның бәрі кіргізіп жатса, тексеру параметрінде тұрса, уже направленно тексересің да, мынау қайда, мынау қайда деп. Ана жерде болмаса уже сұрай алмайсың, мынау қайда деп. Сонда каждый организациямен оны жоқ, зачем қазір мынау жобасы дайындалып жатыр, соған естірсамыз кіргізтірдіге. Сосын прокуратурамен бірге талаптар тағы бір қарап шығу керек. Сниктарымыз бар, бастарымыз бар. Қаншалыққа біздер положено. Может быть, ол жаңа правовой статистика бізге заңсыз жаңа нелер беріп жатыр ма, распоряжение, отменять етіп жатыр ма. Прокуратура все-таки бұлар заңды қадағалайды ғой. Бұл кісілердің жаңа несімен, представлениясымен. Олар да біздерде, может, басқа бір жобаға келеміз ба. Енді осы мына финалысты пайдаланып отырып, кімдер объекттердің нелердің ұсынымдарын алып, осылай қарау керек, комплексно қарау керек та. Өйткені біз мына жақтан сіздерді нетеміз деп аналармен етсек, аналар бізге жаңа отворот поворот, мына жағынан бір выговор беріп, мына жағынан ананы деп жүреді, сосын біздердің де мынау специалистер кетіп жатқан сода. Невозможно екен, жаңа Тұтан Шолпанды білесіңдер, қаншама жыл істеген. Выговордан, мен шаршадым, мен кетемін, істей алмаймын, өйткені не премия жоқ, не мынау жоқ, не вот постоянно соттан шықпаймын деп, жаңа потому что осындай мана қарама-қайшы келетін нәрселер көп. Олардың бәрін дұрыстап талқылап, бір единый жолға түсу керек та. И сосын барып уже жаңағындай сіздер қарсы болмасаңыздар, сіздер жіберіп тұрайық, міне хорошо, фотоотчетың келді, бірақ арызданушы барып өзі қарады, ана жерлер, мына жерлер дұрыс емес деп, уже біздер де айта аламыз. Өзіміз бармайық, например. Біз барсақ, уже бізге асыра пайдаланды, сен неғып ол жерде жүрсің, неғып қарап жүрсің деп, тағы да басады. Жемқорлық деп. Сен ана жерде, значит, бір нәрсе жүрсің, солардан бір нәрсе талап етіп жүрсің деп. Өйткені сондай. Біздер жіберейік, мен ана жол міне Қосмұрзиев айттым, ана вокзал бойынша сол берді ғой бізге арыз. Ана жол мониторингке шыққанда, Гүлнәр шығып барып қараңдарсайшы осы, вокзал барып қараңдаршы осы. Қалай сен бұл арызданушы? Соған бірақ бармай қалып почему-то. Осы мынау координациямен олар бұл кісілер шыққан. Соны айтқан мен, сол барыңдарса, вот который объектілер, который сендер бізге арыз бергендер, барып қараңдаршы керек. Осы бүгінгі таңға дейін, міне бүгін 8-ші ай өтіп бара жатыр ма, 9-ші айға келді. Әлі жасалған жоқсың, например. Көп ақшада емес, бір 5-6 миллион шығар көп болса. КТЖ ол көп ақша емес қой былай. Сондай неткеннен кейін сосын ойлайсың, енді ол кісіге керек болмаса, ана кісілерге керек болмаса, ол кімге керек деп тағы ойлайсың. Арыз бергенде бәріміз бере аламыз, бірақ жаңағындай арқарта қара жобасына кел, енді ол кісі барып коляскасымен барса ғой, жерден видео бәрі келіп тұрды өйткені, жаңа бәрі снимать етіп тұрды, барып соны жаңа резонанс көрсету керек та. Міне вокзал деген лицо, былайша келгенде Атырау қаласының облысында, областной центр. Таза мына шетелден келеді, басқадан келеді, өзіміздің мүгедектеріміз бар. Ана жерден түсе алмағаннан кейін ол о чем говорит? Былай қарап келгенде. Енді мен специально соны бір күні барып, демалыс күні, проводниктерден сұрадым ғой. Осы жерде ана подноспен пайдалана ма? Мынау немен жаңағы ана передвижной қолмен пайдаланбайды, қолмен алып, қолмен көтереді. Енді бір кезде адам бар, бір кезде адам жоқ. Ана жерде 4 метр сырғаны құлап кетсе бар ғой. Коляска бар. Мүгедегіміз бар, жаңағы адамымыз бар, бәрі тоңаламасадан былай қарап келгенде. Сол бір көп нәрсе емес, соны уже қанша айтып келе жатырмыз, например, элементарный, соны өзім. Сол енді прокурор банағыдай, неге сіздерге енді арызданушыға барып тексеріп, бана көріппайды, сен арыздандың ғой, сен көріппайды, сіздер оны заң жағын қалай болады? Тыйым салынбайды негізі, себебі тыйым салынбайды оған. Сіздер вот арызданушысыз ба? Арыздансаңыз, мысалы да, бұлар қазір
несін тексерді, сосын объект олар хат жолдады фотосымен, устранение. Содан кейін мысалы бұлар өздері бара алмайды, сіздер барып тексеріп, сіздер біз қарап келуіңіздеріңіз болады. Сондай совместно бір не істеу керек та. Мен только заң себебін бауыржан аға сізге айтсам мысалы, міне бинаны тағы басқа мысалы бина, мешіттерден тексерді, және олар бізге устранить айтты. істедік деп тұр, айтты. Барып қараңдаршы қаншалықты дұрыс жасаған. Тем более мнема схеманы оқи алатын өздері. Оның басқасын қарай алатын өздері. Даже біз барған күнде өзінде вопрос, например. Сол совместно сөйтіп бір-біріне келісіп. Пожалуйста, он бір меморандумға отырайық. Сол мен сіздерге біз мысалы сіздің алдыңызда Гүлнар жеңісовна болды, біз сол кісінің нақты уже мен ол кісінің өзі бар осыны айтып мен арызданушы менмін ғой, мен шақыршы. Біз солай дейтін көптеген объектінің дұрыстап жатыр. Мысалы акиматтың ішіне таксилка болған жоқ. Но это добились, ана да, оны да әкімшілік кетіп қысты, сен бүйтіп сөйт. Но ана келіп ол дейтін бізді алға салды. Себебі біз арызданушы ретінде ол айтты. Айбек арызданушы, Айбек өз шешеді деді. Себебі егер Айбек недовольный болатын болса, прокуратура маған тексеріп шығады деді. И соңында сөйтіп уже біз жеңіп жүрдік та. Қазіргі таңда енді басқаша болып тұр да ситуация, себебі өздері бетіңізді қабылдайсыз, өздері бүйтесіздер. Сондықтан өзінің жаңағы несі қағидалары бар. Бізді қоспағасын да, бізді қоспағасын. Без проблем. Бізде мен айтып отырмын ғой, мен өзім басқа жақтан келіп тұрған адам, мен жерде бұл жерде не туысым, не жолдасым, бұл жерде бір мәселесін шешу келген жоқ. Осы мәселелерді шешуге, пожалуйста, айтайық, меморандумға тұрайық. Не только сіздердің арыздарыңыз бойынша, а вообще в целом, көз мүгедектік жағын вопростары жаңағы айтып отырмын, тактильный басқасы бар. Мен сіздер привлекать етейік, сіздер қарсы болмасаңыздар. Жоқ, мен өз басым қарсы себеп, маған ол керек нәрсе. Қазіргі күнде өздеріңіз тем более көріп жатсыздар, қаншама болған ақша да бөлініп жатыр. Қазір образование айтып жатыр, оларға да бөлініп жатыр. Бұрынғы жылдарға қарағанда қазір бұларға келіп жатыр. Біз соны айтып жатқан сол ғой, например, жаңа пандусты бетондағы май, оны қымбат неге шығарып қойыңдаршы, ондай темірден де ол да ешқай жер келмес қой. Екі жағында поручни бар, ширинасы бар, асты мықты, не скользящий болды ғой. Әйтпесе жаңағындай 5 миллион, мен өзім жаңа кірем да госзакупқа. Қараймын, жаңа аудандарында 5 миллион, 6 миллион, 8 миллионға дейін закупқа жасайды бір пандусқа болды. 2-2 миллион, 1,5 миллион болса, ол тез шешіледі, например. И мобильный, оны қысқа қарамайды, ауа райына қарамайды. Келген бойда шығара қояды. Иә, мен Алматыдан бір жаңағы бізге өзіміз зданияға жасап жатырмыз да капремонт. Мен содан көріп отырмын. Маған жаңағы көрсетіп отыр, осындай пандус қоямыз деп отыр. Мен оны былай қараймын, істейді да, сай. Почему нет? И расценкасын қарасам, пояснистер, анау әлдеқалай арзан. Дешевле, да, мобильный, и ондай болып жатса, например, әкімшілікте бір ақша бөлініп жатса, нежели жаңағындай ана бетон дейміз, оған жерге рұқсат алу керек, например, ол өзінің жері болмаса. Оны жаңағындай бетон, оны салу керек, оны жаңағы, жұмыстарын қарап отырсам, госзакупқа, олар жаңағы өзінің проектісін істейді екен, отдельно. Оны отдельно тендер жүргізеді жаңағы, қарайтын. Сосын барып жаңағын қояды, оны отдельно жүргізеді. Соны былай қарап келгенде, уақыт, ақша и все остальное. Ол мынау бірін істегенше уже 5 істеп тұтау болады. Тура сол қаражат. Тез кетеді. Например, образование объектілер ма, управление образования бір целиком тендер алса, например, общий неге бітті ғой. Біздің де неміз азаяды, не бұл кісілерінде жаңағы кедергісіз орта. Сен сосын уже келесіде мысалы бір инвалидке жалғызса, сразу айтыласың, міне осы адам бол, осы адам обращайся, и мен өзім кез келген өзіме қатысты мәселелер бойынша өзім жауап беруге дайынмын. Кез келген көзіңіз адамның алдында. Жақсы, онда қазір объектілер көбейіп, ладно, үлгерсеңдер болды. Қазір мына қала беріп жатыр. Бізге аудандардан түсті болған. Просто сіздер тараптарыңыздан да мысалы ауданға шығу мысалы бізге қиын. Сіздер тараптарыңыздан көмек болса, мысалы енді по-любому нелер мамандарыңыз шығады ғой. Сол кезде бізді алып кетеді. Соны біз айтайын дегеніміз ғой. Сен заключение бой беріп тұрсаң, например, бір да? Сіздерге прямо келіп, оны бармайық, например, келіп, мынандай мнема схема бізде. Мынандай техпаспорт, мынандай помещение деп дұрыс оқымды болып тұрса, уже все. Заключение сол независимый эксперт деп тұрғанымыз сол ғой. Уже бір қағаз тұрса, уже сенімді боласың да. Әйтпесе не өзіміз оқу білмейміз, не басқа білмейді, не жаңағыдай аттестованный, не бюро болмай тұр. Оны енді жаңа маған адамдар келіп жатқаннан кейін өзін естіп жатыр. Кеше мынау Народный банк жаңағы бір фирма дейді ғой, сол жеке неге жазылып, депутат екен өзі. Маған айтып жатыр да, осы қалада кім бар? Мен сосын Марат ағаға хабарласам ғой. Марат аға, осы кім осы біздерде?
айбекпен еді. Айбекпен сөйлесті, вроде там бір нәрселерді шешкен сияқты болды. Сол себептен жаңағындай ол дұрыс негізі орынды мәселе да, өйткені менен схема оны жаңа өзінің оның несі бар. Мысалы Динаны алайық. Там шахмат сияқты тұр да, но ортада өтіп ортасында проход тұр ма? Проход не обозначенный. Поворот не обозначенный. Болды по Дине келістік. Өзіне береміз. Жоқ, дұрыс. Народный банкте де алдында біз график работа қойып қойды. Саусақ оқылған сезілмейді. Там надо стоять минимум 20 минут, чтобы это прочитать. Мысалы бана Гүлжан қарындасым айтады, соқыр етіп тұрмайды ол. Біреу жоқ оқылмай тасташ дейді, ол кете береді. Ол оқылғанда саусаққа бүйтіп біреу шыққанда оқылатындай болу керек та. Неге біз дейтін бәленбай сағат оның қасында тұруымыз керек, уақыт жоқ дегенде дейтін. Қасында көмекшіде уақыт жоқ. Мысалы сіздерге дейтін, мысалы бір принтерден дейтін краскасы бітіп жатқан А4-ға шығарып берсеңіз, сіз оқи алмайсыздар ғой. Бір 2-3 қарайсыз да өйтіп қысқа шоқ оқымайды тастайсыздар ғой мысалы. Көз алып келеді тағы басқа. Бізде тура солай да. Жақсы еді. Енді сол прокурор енді сіз енді осыны бәрін еске алдыңыз деп ойлаймыз. Енді нақты өзіңіз қашан тағы да бас қоса аламыз, соны хабарын бересіздер. Уже бана сөз бол, біздің площадкада кездесейік ғой. Иә, сол айтамын, өзіміз бана қысқа немен инвалидтер бәрін шақырмай-ақ, сол өзім болайын, сол сіздер бол, сосын басшыларыңыз болсын, банағы доступный транспорт жөнінде айтып жатсыздар, соның барлығын нақтылаңыздар. Сосын тағы да бір жиналып қосып, уже нақты ақпаратпен бөлісейік. Енді ол қыркүйекте уже никак уақыт жоқ, қазан айында 10-нан кейін да, екінші ортасынан кейін. Да. Жақсы. Жақсы. Рахмет.